Сәлем достар, сіздерге мидың қызметін жақсы арттыратын психонейрондық жаттығуларды көрсеткім келеді. Менімен бірге қайталап, осылай жасасаңыздар болады. Осындай карточка болмаса сіздерде үйде өздеріңіз жасап алсаңыздар болады қолмен сызып. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен осындай екі қақпақпен оңға және солға екі оң жақ және сол жақ мылшықты дамытамыз. Және де кері жүреміз. Осылай. Және де былай. Бұл оңайлары енді күрделене береді. Келесі. Мыналар оңайлары. Келесі. Міне. Тіке және мындай қиындау болады, жайлап қиындай береді. Сырт көзге оңай болғанымен, бұлардың орындалу процесі күрделі. Кішкене қиындау. Былай. Қанды карандашпен жасап көрейік. Ой. Бастаймыз. Мұнда қателессе көрініп тұрады бірден. Екі қолмен жүргізу қиындау. Келесі. Келесі. Осылай орындалады жаттығулар. Уақытқа жасау керек. Және де осындай. Және де кері жүруге болады. Мұнда күрделілеу кішкене. Күрделендіреміз. Осымен жалғастырамыз осылай. Нейрожаттығуларды орындау арқылы сіздің оң жақ және сол жақ жарты мышықтарыңыз дамиды, жұмысы жақсарады, ұсақ ірі моторикалар дамиды, ақпаратты тез қабылдап, қорытуға көмектеседі, зейінді шоғырландырады, есте сақтау қабілетті арттырады, оқу мен жазу процесін жақсартады, мидың жұмыс істеу өнімділігін арттырады. Нейрожаттығулардың түрлері өте көп. Осы мен қолданып отырғаным жас ерекшелігі, яғни ересектерге және де мектеп оқушыларына да қолдануға болатын түрін көрсеттім. Жаттығуды қайталасаңыздар, үнемі мидың функциясы өте жақсы қызмет атқаратын болады. Мидың қызметін жақсарту үшін оған да жаттығу керек, яғни ол да шыныққанды, белсенді болғанды және қарапайым жаттығуларды қолданғанымызды қалайды. Сондықтан осындай қарапайым, оңай жаттығуларды қолдануыңызға болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бұл көп реттік түрі бір реттік қолдануға жасап алуыңызға болады. Қолдануында
немесе өзіңіз арнайы параққа ақпарағына компьютерді пайдалана отыра жасап алсаңыз болады. Алдында яғни кетіргішпен кетіріп, өзінің арнайы кетіргіші бар, соны кетіріп тастап қолдана беруге болады. Біздермен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.